Баршаңызға сәлем. Бүгін еттен пирог жасаймыз. Ерітілген сары майға қаймақ, жұмыртқа, қопсытқыш және ұн салып қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қамырымызды пищевой пленкаға орап, тоңазытқышқа біраз уақытқа салып қоямыз. Бұған дейін ішіне салатын салмамызды дайындап қоямыз. Майдалап тұрылған пияз, майдалап тұрылған ет болмаса фарш және картошка. Тұз, бұрыш салып араластырамыз. Мен кептірілген базилик қостым. Аслап араластырамыз. Салмамыз дайын. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, оны екі бөлікке бөлеміз. Біреуі үлкен, екіншісі кішкентай. Кен қамырды пергаменттің үстіне жаямыз. Үстіне салмамызды саламыз. Табаға салып, үстінен екінші қамырымызды жауамыз. Қамырымызды жақсылап бекітіп, шанышқымен кесіп шығамыз. Жұмыртқаға кішкене куркума қосып, бетін жағып шығамыз. Күнжітпен сеуіп қызып тұрған пешке 40 минут 170 градуста пісіреміз. Ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.